Келесі 2-де 69 есебіміз сандардың қосындысы 19-ға бөлінетін көрсетіңіздер дейді. Біріншісі 18-дің 6-шы дәрежесі қосылған 18-дің 5-ші дәрежесі деген. Осы жерде 18-дің 5-ші дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда 18-дің 6-шы дәрежесі болу үшін 18-дің өзі ғана қалады. Сонда 18 қосылған 1 тең 18-дің 5-ші дәрежесі көбейтілген 19. Яғни көбейтіндінің бірі 19-ға бөлінсе, ол көбейтінді 19-ға бөлінеді екен. Келесі екіншісі 122-ның 10-шы дәрежесі азайтылған 122-ның 9-шы дәрежесі тең 122-ның 9-шы дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда 122 азайтылған 1 болады. Сонда тең 122-ның 9-шы дәрежесі көбейтілген 121 тең бізде 11-дің квадраты, теңнің қажет жоқ, не осы жерде дәлелдесек болады. 11-дің квадраты ол бізде 121-ге тең. Сонда бұл көбейтінді 121-ге бөлінеді деген сөз екен. Немесе оны 11 көбейтілген 11 деп жазып алып, 120-ға 1-ге бөлінеді деп дәлелдесек те болады. Келесі үшіншісі 7-ның 6-шы дәрежесі азайтылған 7-ның 4-ші дәрежесі. Бұл жерден біз 7-ның 4-ші дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда 7-ның 2-ші дәрежесі қалады, азайтылған 1. Сонда 7-ның 4-ші дәрежесі көбейтілген 49 болады, одан 1-ді алсақ 48-ге тең болады. Сонда көбейткіштердің бірі 48-ге бөлінетін болса, бұл көбейтінді 48-ге бөлінеді деген сөз. Келесі 4-шісін шығарайық. 4-дің 18 дәрежесі қосылған 4-дің 16-шы дәрежесі тең. 4-дің 16-шы дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда 4-дің 2-ші дәрежесі қосылған 1 қалады. Сонымен тек 4-дің 16-шы дәрежесі көбейтілген 16, 1-ді қосақ 17-ге тең. Енді 4-дің 16-шы дәрежесі 2-ның 2-ші дәрежесінің жақша сыртында 16-шы дәрежесі деп жазсақ болады. Көбейтілген 17. Сонда 2-ның 32-ші дәрежесі көбейтілген 17. Енді 2-ның 31-ші дәрежесі көбейтілген 2 көбейтілген 17 деп жазып алатын болса, 2-ның 31-ші дәрежесі көбейтілген 34-ке. 34-ке тең болады. Сонда көбейтіндінің бірі 34-ке бөлінсе, бұл көбейтінді 34-ке бөлінеді екен. Келесі 2-де 70-ші есебіміз метрі x теңгеден m метр сәтен. Сәтен x теңгеден m метр. Енді және n метр жібек алынды. Жібек n метр екен. Егер жібектің 1 метрі сәтеннің 1 метрінен u теңгеге қымбат болатын болса, дейді, сонда оны x деп алатын болса, x қосылған y деп өрнектейміз. Онда сатылған тауардың түсімі алынады. Тауарлардан қандай түсім алынады дейді. Сонда mx қосылған n, x қосылған y-ге тең болады. Келесі 2-де 71-ші есебіміз. Екі таңбалы санның a ондықтары және b бірліктері бар. Қандай да бір ab деген екі таңбалы сан берілген екен. A деп отқанымыз ондық, яғни 10a қосылған бірлік, b дегеніміз бірлік, яғни b көбейтілген 1 деп алайық. Сонда 10a қосылған b-ға тең. Енді осы сан цифрларын арасына 0 цифрын жазып, 3 таңбалы сан алынды. Сонда a, o, b деген қандай да бір 3 таңбалы сан алынған екен. Бұл жерде
а деп отқанымыз жүздік болады. Қосылған ондық нөлге тең болады, яғни 10 көбейтілген 0 деп алсақ та болады. Қосылған бірлік тең, сонда 100 а қосылған в-ға тең. Енді алынған 3 таңбалы сан берілген 2 таңбалы санның айырмасы 9-ға еселік сан болатын көрсетіңіз дейді. Яғни на мен наның айырмасы 9-ға еселік сан шығатынын дәлелдеу керекпіз. Сонда 100 а қосылған в азайтылған 10 а қосылған в тең. Енді жақшаны ашып жазамыз. 100 а қосылған в азайтылған 10 а азайтылған в тең. Сонда азайтатын болсақ 9 сан аға тең, бұларымыз жойылып кетеді. Яғни 90 аға тең болды. Енді бұл санымыз 9-ға еселік сан болады көрсетіңіз деген. Яғни амыз бізде 90-ға бөлінетін сан екен. Сонда а тең 90 бөлінген 90 деп жазсақ болады екен.